Я хочу гадить. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Кейбір балалар ата-аналармен саябақтарда қыдырып, смартфонның жаңа түрлерін қаласа, енді біреулер денсаулығын амандығын тілейді. Кристина Ястремская көп балалы ана. Оның отбасында ерекше бала өсіп келеді. Баласы Анатолий сал ауруына кішкентай кезінен шалдыққан. Анасының сөзінше, баласының аурумен күресіп жүрген жылдарында бірнеше қиындықтарды басынан кешірген. Қыс мезгілінде квота бойынша Астанада ауыр ота жасалған. Енді бала өздігінен арнайы орындықта отыра алады. У нас был двухсторонний вывих тазобедренного сустава. Бізде жамбас буыны шығып кетті, буынды салып берді. Қазір баламның сол жағында металл орналастырылған. Өте көп ақша кетті. Оған мүмкіншілігіміз жоқ. Әрине бару керек. Баруға тырысамыз. Кристинаның сөзінше, шілде айында баласына тізе буындарына тағы да бір ауыр ота жасалу керек. Алайда отадан кейін ұзақ 16 курсынан өту керек екен. Барлығы тек мейірімді жандардың қолында дейді. Конечно, хорошо было бы, если бы нам еще нашелся бы такой спонсор. Әрине, жақсы демеуші табылып кетсе, 16 курстарына төлейтін ақша болар еді. Ол қазан айында болады деп жоспарланып отыр. Кристина 4 баланы тәрбиелеп отыр. Ең кіші ұлы бірнеше ай бұрын дүниеге келген. Ең үлкен қызы 12 жаста. Отбасын тағдаландатып отырған мәселелердің бірі баспананың жоқтығы. Кристина дәл қазір оларға көмек қажет екендігін айтады. Анатолий үшін денінің саулығы оған ең үлкен сыйлық болар еді дейді ана. Алима Рахматолла, Данияр Темірғалиев, Первый Северный телеарнасы.